Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Мұхамбетқалиева Эльмира Каскенбайқызы, информатика пәнінің бірінші санатты оқытушысы. Бүгінгі панорамалық сабағымның тақырыбы веб-бетте сайттың қарапайым алғашқы бетін құру болып табылады. Жалпы бұл тақырыптың мақсаты веб-бетте қарапайым алғашқы бетті құрауды ұйымдастыру болып табылады. Қазір назарларыңызға белгілі бір тегтерді пайдалануда белгілі бір веб-беттің пайда болатындығы туралы сіздерге тәжірибелік сабағымды ұсынамын. Белгілі бір сайттың қарапайым алғашқы бетін жасау үшін біздерге блокнот программасы көмекке келеді. Яғни стандартты приложениеда блокнот бағдарламасының көмегімен тектерді теру арқылы біздерде блокнот көмекке келеді. Яғни тектер арқылы тек міндетті түрде веб-сайт жасағанда, веб-бет жасағанда белгілі бір веб компьютердің программасы, компьютердің ішкі программасы, микросхемасы бұлар тектерді, яғни атрибуттармен бірге оқиды. Тектер деп отырғанымыз бұл жұпты және жұпсыз тектер болады. Қазір теру барысында түсіндіріп өтем. Жалпы бұл текті термесе біздерде белгілі бір веб-бетіміз шығуы қиындау болады. HTML деп отырғанымыз бұл гипертексті белгілеу тілі болады. Яғни веб-браузерлардың барлығы HTML-ды белгілі бір веб-браузерға көмекші жаңағы ашатын жол гипертекстік белгілеу тілі деп белгіленді, солай оқиды. Енді head HTML түрін бірінші жазамыз, себебі веб-бет бірінші соны оқиды, сондықтан бірінші жазамыз. Енді кез келген кезде біздерде веб-беттің заголовоктары, басқару панельдері, аттары, мынадай жаңадай меню қатарлары болу қажет. Оны жазу үшін head деген біздер атрибутты қолданамыз. Яғни міндетті түрде тегті жазамыз және head атрибутын қолданамыз. Одан кейін title, яғни кез келген веб-беттің аты болады. Безымянный блокнот деген сияқты title деп отырғанымыз бізде белгілі бір веб-беттің аты болып саналады. Бұл жерге мен кез келген атты қоя салайын. Жаңа сіздерге айтып өткенімде веб-бет белгілі бір тектерден тұрады деп айтқан болатынмын. Белгілі бір тектің жұп және жұпсыз тектері болады. Яғни мынау жұпты тек, яғни мына жерде ашылды, слэш арқылы жабылды. Яғни бұл жұпсыз тектер болады. Кейбір тектер болады, мысалы мынау ашылса, мынау жабылмай кете береді. Слэш арқылы жабылмай кете береді. Ондай да түрлері болады. Оны енді әр түрлі күрделі салада қолданғанда кішкене күрделі есептер, мына веб-беттердің тапсырмаларын бергенде орындау барысында кездеседі. Енді бұл жерде заголовок жабылды, мына жерде ашылып тұр, міндетті түрде мына жерде слэш арқылы жабылу керек. Яғни ашылған ақпарат жабылу керек. Жабылмаса, бұл жабылмаған күйінде екінші веб-бетке өтіп кетеді деген сөз. Body, badge, color сіздерге түсінікті болу үшін мен белгілі бір фон түсін алайын деп тұрмын бұл жерде. Body деп отырғанымыз негізгі денесі, яғни жұмыс, рабочий стол сияқты жұмыс алаңы. Body, badge, color тең болады. Міндетті түрде кез келген ақпаратты түсті жазу үшін біздерде yellow деген батырманы, например, мен мына жерде мысалы немен жазып отырмын. Екі жақты жаңағы тырнақшамен. Міндетті түрде тең болады қойылады, тырнақша қойылады және түсі көрсетіледі. Одан кейін центрда жалғастырып та жаза беруге болады. Кішкене экранға сыймай қала ма деп сіздерге түсінікті болу үшін осылай көрсетіп жатырмын. По центр деген сөз өзі түсінікті. Центрде маған бір сөз жазу керек болады. Мысалы да H1 деп отырғанымыз shift көлемі болып саналады. Shift көлемі ретінде оқиды. H1 деп отырғанымыз размер шрифті. Келесі O деп отырғанымыз бұл курсив, B деп отырғанымыз жирный, B деп отырғанымыз. Одан кейін кез келген сөзді жазайын. Енді кішкене
колледжіміздің қоғам қайраткері, Саламат Мұқашевты жазып отырмын бұл жерде. Соның аты қазір біздерге по центру шығу керек. Жирный курсив және немен по центру. Кез келген бет кері ашылған міндетті түрде, ашылған тектер міндетті түрде жабылады. Сондықтан да H1 H1 сондықтан да міндетті түрде ең соңғы тек бұл бізде центр болып табылады. Бұл жерде енді тері жазбай ақ қояйын, алына сала қояйын, осылай центр. Енді біздер барлық ақпарат осы жерге салынады. Саламат Мұқашев, мына жерге кез келген сөз жазуға болады. Қоғам қайраткері видеосын салуға болады. Видеосының өзінің тегі бар салынатын. Енді қарапайым алғашқы бетін құру дегеннен кейін тек жай ғана бірінші бетін алып отырмын. Жалпы веб-сайт жасаудың өзінде өзіндік қырлары бар. Қазір көптеген тағы да программалар бар. Кішкене функциялары көптеген сияқты. Бұл жерде енді центрмен мен бұл жерде несін жабайын. Боди бізде жабылған жоқ, е? Яғни мына жерде ашылған боди, мына жерде жабылған жоқ. Ағына слэш белгісін салып, мен бодиді жабамын. Енді міндетті түрде ең соңында HTML-ді да салып жабу керек. Ол үшін копировать жоғарыдан алдым да, мынаған сала қойдым. Алдына слэш белгісін салсам, мысалы менде белгілі бір веб-беттің бірінші беті пайда болды. Енді оны сақтау үшін файл, сохранить как командасын орындаймыз. Біздерге проводник терезесінде міндетті түрде программамыз қай жерге сақталу керек? Рабочий столға ма, библиотекаға ма, сол бағытын таңдап алғаннан кейін имя файлы міндетті түрде кез келген имя файлы жазып .html деген форматта мына форматын белгілеу керек. Біз тип файлы, все файлы, кодировка UTF-8 белгілейміз және сохранить батырмасын басамыз. Мына код қазір менде браузерде көрініп, және сол браузерге шығады. Свернуть ете тұрайын. Обновить етіп жіберіп, мына жерде біздің компьютерімізде қандай браузер бар, сол браузерге бұл программа шығады. Яғни менде мына жерде мен тақырыпты тайтлды информатика деп сақтадым. Фон, боди, бейджи, колор, манағы yellow деп сақтадым. Бұл жерде енді просмотр коды, мына HTML коды. Осы жерден осылай қарауға болады. Манағы жазып отырғаным ұзақ болғанымен ашылып келгенде тек азғантай жұмыс жасалған сияқты болып көрінеді. Сондықтан да бұның қырлары өте көп. Саламат Мұқашев по центру тұр бізде. H1 мен U курсив, мынау жирный болып таңдалып тұрғаны центрде, және body HTML мен жабылып тұр. Фонымыз таңдалып тұр. Title информатика деген тақырыбымыз шығып тұр. Алдағы уақытта көптеген бегущий строкалар жасап, фото қойып, видео қойып, беттерді фреймдарға бөліп, таблицаларды қойып, көптеген жұмыстар жасауға болады. Назарларыңызға рахмет. Келесіде тағы да осындай ақпараттармен маңызды бөлісетін болам. Сау болыңыздар.